Ұлы Абайға. Авторы Нұрғайрат Майқанұлы. Армысың, қазағымның мерей елі, Абайдай ақын шыққан егей елі. Бір ғасырда бір туған биік тұлға, екі келмес өмірге сіздей ері. Рухың әр қазақты демейді енді, топырағыңа тәуеттім Семейдегі. 175 жылдық мерейіңе ағыттым жырларымды көмейдегі. Ұлы ақыннан шығады зерделі өлең, жүлде алмайды еңбекпен терлемеген. Ұлы Абайдай атамның бұл тойында тарту етіп пейілімді термелеген. Қара сөзді тербеген қалам менен, жер шарымен сырласқан ғалам менен. Сен де бір кірпіш болып дүниеге тетігін тауып алды қалам деген. Кәсібетте ерінбе деп еңбекпенен, еңбек түбі береке жеңбек деген. Көмек қыл, қолыңды сос аян бағын, қария баладағы еңбек деген. Аққараның ажыратып ара жігін, біреудің аттама деп ала жібін. Артыңызға өшпестей із қалдырдың, қалқыңызды көтеріп сана жүгін. Парыз деген адамға иман менен, Алланың бұйрығына илан деген. Мұқтаж әрі жетімге қайырылмасаң, пайдасы жоқ байлығын жиған менен. Бағыттың бағдар шамы шырағысың, ғылымға ұмтылғанның шуағысың. Жарыққа қараңғыдан алып шыққан, қайнардың көзі аршылған бұлақсың. Көзіңді аш, қара мына ғаламыңды, парықтап жақсы менен жаманыңды. Оқы, оян үйреніп біліміңді, озық елмен таныстыр сананы үлгі. Ұлы Абайдың жүреміз іздерімен, жалықпайық ешқашан ізденуде. Тобықтай 90 ауыз сөз түйіні, қауыз емес дәнін ал сөздерінен. Оқыған Шекер Қадыбекқызы. Дыбыспен әрлеп көркемдік жасаған Нұрдан Сәдірбекұлы.